Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақ елі. Біз Түркістан облысы Сарыағаш ауданында орналасқан Амантай пластик кәсіпорнында толамыз. Есімім Андасов Амантай. Біз қазіргі таңда полиэтилен қалдықтары және осындай баклажка, үй тұрмыстық қалдықтарын қайта өңдеумен және өнім шығарумен айналысып отырмыз. Нақтырақ айтатын болсақ, осы ауданымызда орналасқан полиэтилен қалдықтарын, жылыжайлардан шығатын қалдықтарды және үй тұрмыста пайдаланатын қалдықтарын түгел бәрін қабылдаумен және қайта өңдеп, одан пластик құбыр және ауыл шаруашылық өнімдері, көкөніс жеміс-жидектерді экспорттауға арналған пластик жәшіктердің 9 түрін шығарумен айналысып отырмыз. Кет, түгел танысатын боламыз. Ал қарап тұрсаңыздар, мынау бізде Сарыағаш ауданында орналасқан жылыжайлардан шығатын осындай қалдық, полиэтилен қалдықтарын білесіздер. Ешкімге керек емес сияқты, бірақ алайда бұл шикізат бізге керек. Біреу үшін бұл мусор, ал біз үшін болашақ шикізатымыз осы. Мінекей, лас, өте лас, бірақ та бұл қазір көресіздер, жуылып, тазаланып, әдемі шикізат пайда болады. Ал мінекей, көбісі қоқыс деп танитын полиэтилен қалдық қайта өңдеу процесі бірінші қадамы басталды. Мінекей, дәл осылай ұнтақталып, жуылып, ары қарай балқытылып, біркелкі түйіршекке айналады. Ал мінекей, жуылған полиэтилен қалдығы дайын шикізат, яғни пластик түйіршектер болуға жол алды. Дәл сол көрген қалдықтарымыз мінекей осындай шикізатқа айналды. Осындай құрылғының көмегімен алдағы уақытта өзіміздің арнайы қапшыққа 30 килодан салынып, осылай өнім шығаратын зауыттарға жіберіледі, немесе өзіміз пластик құбыр шығарумен де айналысамыз, оны да көретін боламыз. Ал мінекей, жаңағы қоқыс сияқты болған қалдықтардан қайта өңделіп шикізат шықты. Сол шикізаттан осындай әдемі құбырларда шығарумен айналысамыз. Жалпы көлемдері 20-лық диаметрден 315-лік диаметрге дейін шығарумен айналысып отырмыз. Қоқыс деген қоқысқа ұқсаған затты кәдеге жаратып отырған бірден бір үлкен кәсіпорынның бірі болып табыламыз. Ал бұл цехымызда біз бүкіл Қазақстаннан осындай пластик жәшіктерді престелген күйінде сатып алып, Алматы, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Батыстан, түгел Қазақстаннан біз пластик қалдықтарын сатып алып, мінекей осындай ұнтақ жасаймыз. Ал бұл ұнтақтан ауыл шаруашылық өнімдері, яғни көкөніс жеміс-жидектерді экспорттауға арналған пластик жәшіктер шығарумен айналысамыз. Кеттік, процеспен танысамыз. Ал мінекей, бәрімізге таныс, үйімізде, тұрмысымызда шығатын қалдықтар, пластик қалдықтарды мінекей осы мына құрылғының көмегімен осылай майдаланып, ұнтақталып, анандай құрылғының көмегімен пластик түйіршектер, шикізат пайда болады. Ал мінекей, бұл цехымызда осындай пластик жәшіктер өндіреміз. Жалпы 9 түрлісін өндіреміз. Кішкене құлпынайға арналған және капуста сияқты, алма, қияр, қызанақ деген сияқты түгел көкөніс жеміс-жидектер арналған 9 түрлі жәшік шығарамыз. Жалпы бұл цехымызда 6 құрылғы жұмыс жасап тұр. Құрылғылардың аты термопласт автомат, өзі автоматты түрде жұмыс жасайды, 24 сағат тоқтамай және дайын өнімді алып тұрса болды. Және де біздің шығаратын әрбір жәшігімізде Сарыағаш өнімі деген жазумен өзіміздің
телефон нөмірімен жазып шығарамыз. Ал ағайын, көріп отырғандарыңыздай біздің кәсіпорын қазіргі таңда қоқыс деген заттарды қайта өңдеп, одан әдемі осындай пластик жәшіктер шығарумен, құбырлар шығарумен айналысып отырмыз. Кәдеге жаратып, үлкен үлесімізді экологияға, осы жергілікті өңірдің экономикасына үлес қосып отырған жайытымыз бар. Жасалып жатқан жұмыстарымыздың ауқымын айта кететін болсақ, жылына 1000 тоннаға жуық полиэтилен қалдығын, 1200 тоннаға жуық полипропилен қалдығын қайта өңдеп, және осындай әдемі өнімдер шығарумен айналысып отырмыз. Қуанатын жағдай. Қазақстанда Таза Қазақстан акциясына үлкен үлес қосып отырған кәсіпорынның бірі болып табыламыз. Назарларыңызға рахмет.